Сақтығыңыз сәлем құрметті көрермендер, бүгінгі каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге керемет жаңалығымен бөліскім келіп тұр. Яғни міне көріп тұрсаңыздар, өзімнің армандаған жылыжайымды салдым. Яғни 8-де 9 бекен сондай жылыжайды салып, міне керемет болып жүрген жағдайымыз бар. Міне өте керемет, өте үлкен. Баяғы теплицам білесіздер 3-те 4 еді. Қазіргі жылыжайым міне 8-де 9-да да шығар. Өте керемет, үлкен, кең. Бойы міне мынандай болғанмен жоғары қарай көтеріле береді. Яғни 2 метрге шейін барады. Ішім барлығы тек қана осылай. Қазіргі таңда тек клубникамен чеснок өсіп тұр міне. Ерінбей осылай салдық. Сіздерге айтайын, қаражат бойынша сыртын барлығын айналып көрсетемін, қалай салынғандығын. Міне көріп тұрсаңыздар, барлығы обрешеткамен, сосын жаңа не екен, ұмытып қалып тұрмын атын, потому что білмеймін. Мына жақтардың барлығы міне мынау деген бұрынғы теплицадан қалған несі. Есіктер тез, яғни форточка ашылатын қылып істеу үшін істедік. Міне барлығы осылай. Міне көріп тұрсаңыздар, осылай. Ар жағын барлығы, сосын қазір артын көрсетемін сіздерге. Артында терезелер, яғни осы арнайы форточкамен істеп қойған болатынмын, яғни ыңғайлы болу үшін. Міне. Так, мына клёнкаға келетін болсақ, бұл клёнка 7-де 10 метр, 7-де 10 метрін 2 рет алдырттым. Себебі жетпей қалды. Яғни бір несін 15 мыңға алдым, 15 мың, 14 мың ба, 15 мыңға алдым. Сонда клёнкасын өзі 30 мыңға шықты. Яғни бұл 150 жаңа мешок қойғанда, андай обычный мешок емес, яғни күнге шыдамды, жыртылмайтын, сондай қап-қалың 150 не деп айтады, сондай бірдеңе дейді, 100 мм, 150 сондай клёнкалардың бірі, яғни өте қатты, керемет. Арт жағына келетін болсақ, арт жақтардың барлығы міне ағашпен істелген. Астына ашық қойдық, ауа келу мақсатында, потом қайттан жабылатын болады, себебі өте ыссы болып кетіп тұр іші. Үстеріне келетін болсақ, мынау былтырғы капельный полип, яғни капельный ленталар, сол арқылы осылай қағып шықтық. Себебі жаңағыдай обрешеткалар, андай рейкалар өте қалың екен, сол себептен осы капельный полиппен істеп тастадық, яғни канцелярский степлермен. Мына жерлер ішінде барлығы мешокпен салдық, себебі жыртылып кетпесін деп, сол үшін қаптап істедік тағы. Үстінен көрсететін болсам, міне үстерінде барлығы солай істелді. Енді арасына тағы да ағаштар салу керек болады, себебі кішкене алшақтау болып кетіп тұр, бірақ дегенменде өте керемет. Мына клёнка өзі қатты, 5 жылға дейін гарантиясы бар, енді көреміз бұйыртса. Так, обрешеткасы ағаштарының өзі 50 мыңға шықты. Енді кемінде капельнейін қосқанда, ағаш шуруптарын барын қосқанда 150 мыңға шықты деуге болады. Сол себептен енді жаман емес, енді қымбатта емес, арзанда емес, дегенмен енді жақсы баға деп ойлаймын. Енді кейбіреулер ондай жерге үй салсам болады, анау-мынау алсам дейтін шығар. Мен үшін енді бұл маңызды, себебі бізде клубника уже нешінші жыл қатарынан үсіп кетіп жатыр. Сол себептен осы жылыжай жасауымызға тура келді. Солай канал жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бұйыртса ішіндегі барлық болған жағдайларды бөлісетін боламын. Және де тұқымдар жөнінде WhatsApp-қа жазсаңыздар болады.